Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорт бақытқа бастар жол. Көңіл күйлерің қалай? Барлығы жақсы ма? Онда біз қазір сендермен кішкене көңіл күйді көтеру үшін және денемізді сергіту үшін бір би жаттығу жасап алайық, жақсы ма? Кәне, орнымыздан тұрамыз. Жақсы балалар, қазір мен сендерге бүгінгі тақырыбымызға байланысты бір-екі сұрақ қоямын, жақсы ма? Солай бүгінгі тақырыбымызды ашып. Жалпы бірінші қоятын сұрағым, спорт дегеніміз не? Кім айтады? Қайсы? Адамның денесін шынықтырып, денсаулығын жақсылайды. Адамның денесін шынықтырып, денсаулығын жақсартатын белгілі бір іс-әрекеттер десек болады, иә? Абдурахман, спорт дегеніміз не? Спорт дегеніміз дұрыс айтасың. Ерке? Спорт денсаулыққа пайдалы. Спорт денсаулыққа пайдалы, иә? Ал келесі сұрақ қояйын. Спорттың денсаулыққа қандай пайдасы бар? Әсия? Ол денені шынықтырады. Бірінші денені шынықтырады, және Күш береді. күш береді. Олег? Біз спортпен айналыспасақ, осы біз үйде өйстіп отыра берсек, сонда ғана бүкіл қанға сүйектеріміз қатталады. Соны спортпен айналысып, дұрыс айтады. Денеміз құрыспауы мүмкін, Дария? денсаулығымыз жақсы болу үшін. Денсаулық жақсы болу үшін. Сүйегіміз қатты болу. Сүйегімізді қатайту үшін, иә, дұрыс айтады. Мирас? Қанымыз тез жүру үшін. Қан тез қандай қан жақсару үшін? Алмат? Күшті беріп денсаулықты мықтырады. Денсаулықтың нығайту үшін. Денсаулық мықты болу үшін. Иә. Қандай пайдасы бар, Муслим? Денсаулық көмектеседі. Иә. Дені саудың жаны сау дейді, иә? Демек осы дені сау болу үшін адам спортпен айналысу керек екен. Енді қараңдар, қандай спорт түрлері бар? Алихан? Шахмат, күрес, Алидан? Футбол, Султан? Карате, Дания? Баскетбол, Дариға? Ау? Биде спорт қарсы айта ғой. Бокс, тағы? Төбелес, Иә, солай. Жекпе-жек. Таеквондо, бойлинг, гимнастика, Шахмат, болды, қазір. күрес. Жарайсың, болды. Тағы да кеткен спорт түрлері бар ма? Футбол, болды түрінде. Жақсы, рахмет. Ол да спорт түрлері. Жанир, отыра ғой. Енді қарасақ, кімнің қандай сүйікті спорты бар? Қазір мен айтамын. Қандай сүйікті спорттарың бар? Барлығын дұрыс айтсам, бірақ орнынан тұрамыз, тез айтамыз, бақма? Ал бастаймыз. Айсар. Қатысатын ба? Айсар, қандай сүйікті спорт? Футбол. Гимнастика. Суретші. Шахмат. Шахмат. Жүгіру. Карате, бокс. Күрес. Гимнастика. Аха. Футбол мен теннис. Футбол мен теннис, Али, Бассейн. бассейн. Бокс. Бокс.
Билеу, ол ашып тұр, айта ғой. Шахмат, сосын Шахмат. тағы карате, Карате. Тез. футбол, Футбол, ауа. Аха, сап. бокс, Аха. джиу-джитсу, бокс, Бокс. Гимнастика, Дарья. гимнастика, Аха, Дарья. карате, Секіру. Алихан. Шахмат күресі. гимнастика мен баскетбол. Баскетбол дейді. Раян айтшы. Қандай сүйікті спортың бар? Бейнеді. Раян айтшы. Теннис, футбол, бокс. Қандай сүйікті спортың бар? Қандай сүйікті спортың бар? Таэквондо айтшы. Күрес. Футбол. Жақсы. Секіру қоямын, иә? Енді балалар келесі сұрақты қоямын, иә? Қараңдар. Спортпен айналысу үшін қандай құралдарды қолданамыз? Қол көтеріңіз, тек қана. Кім сөйлемейді? Адия. Қандай құралдар бар спортпен айналысады? Тыныш. Муслим айтшы, қандай құралдар қолданамыз? Мысалы, футбол ойнау үшін не қолданамыз? Доп. Тұрақтан айтшы. Яғни скакалка деп ше былай айтқанда. Ерке. Жоқ, құралдар деймін, құралдар. Сіздер айтшы. Теннистің доптары немесе ұстайтын ағаштар, иә? Аха. Болды, айсыз. Яғни кепка киінер, иә? Ашпасы. Перчатки боксқа алған. Шомылатын кезде қолданатын заттың түрі бас киім, очки, иә? Дұрыс айтасың. Иә. Ол да заттары мирас айтшы. Ау? Жақсы, және. Мысалы, хоккейдің өзінің ағаштарымен тебетін доптар, иә? Айта ғой. Биінің қолданатын заттары. Иә. Енді қараңдар. Қараңдар. Енді соңғы сұрақ. Спортпен күнделікті айналысу керек пе? Иә немесе жоқ? Уақытты қызықты өткізудің жолы бар. Бұл жайында ғылым не дейді екен? Біріншіден, ол әрине бәрі білетіндей, спорт адам денесі мен ақыл ойына өте пайдалы. Әсіресе жастық шақта спортпен шұғылдану адам денесіне тигізер әсері мол. Ол сүйекті қатайтады, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Ол орталық жүйке жүйесінің ауырсуы мен ләззат алу сезімін бақылаушы табиғи гормондар, яғни бұл эйфория әсерін туғызуы мүмкін. Жүгіруші эйфориясы деп аталады. Бұл ұзақ қашықтықта саяхат жасағаннан кейін пайда болатын невробиологиялық сыйегер. Эндорфиннің жоғары деңгейі және тұрақты физикалық қозғалыс адам көңіл-күйін нашарлатып, я болмаса мүлдем оны жақсартып, есте сақтауға көмектесуі әбден мүмкін. Жаттығу залына аптасына 5 рет бару спорттық жарысқа қатысумен тең бе деген қызықты сұрақ туындайды. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, егер сіз қолайлы команда тапсаңыз, онда жалғыз жаттығуға қарағанда бұл сізге көптеген мүмкіндіктер береді. Әсіресе психологиялық, қысқа және ұзақ мерзімді мүмкіндіктерге ие боласыз. Ондай мүмкіндіктердің көбісі командалық тәжірибе негізінде болады. Мысалы, өзгелерге сенім артылу қабілеті, көмек алу және көмектесу, ортақ мақсаттарға бірге жұмыс жасауға үйретеді. Және көңілді ойда тұрақты түрде спортпен шұғылдануды әдетке айналдыруға өз септігін тигізеді. Білу ең танымал жетістікке жету жолы. Жеңілісті қабылдап, тек алға ұмтылу тұрақтылықты сақтауға көмектеседі. Өзіңізді өзіңіз тануға, оқу, қоғамдық, әлеуметтік психологиялық кедергілерді оңай тойтаруға мүмкіндік береді. Сол себепті егер сіздің командаңыз үнемі жеңбесе, тіпті мүлде жеңіске жетпеген болса, еш мойымаңыз. Керісінше бұл сізге өзіндік артықшылығын береді. Бірақ барлық жанға бірдей спорттың кез келген түрі ұнай бермейтін сөзсіз. Мүмкін қарсылас топ тым жеткілікті бәсекелес болмауы мүмкін. Өзіңіздің күшіңізге сай спорт түрін табу біршама уақыт
қатты қажет етеді. Бұл өте де орынды. Егер сіз біршама уақыт жұмсар болсаңыз, қажеттілігіңізге сай спорт түрін табасыз. Және сіздің қолыңыздан келсе, сіз міндетті түрде жеңіске жетесіз. Сіз ұйымшыл топтың мүшесі болып өзіңізге сенімділік артады. Және денеңізді емес, рухыңызды да тәрбиелейсіз. Көңілді допты ескермегенде. Тырмамыз суретті қай спорт түрі екен тауып, бір-біріне сәйкестендіруіміз керек екен. Кеттік, бастаймыз ба? Футбол ойнай отырып ойна дейді. Бұл спорт түрі волейбол ма, футбол ма? Қазір тексереміз. Тыныш. Бұл спорт түрі қандай спорт түрі? Карате. Қандай спорт түрі? Қандай спорт түрі? Қандай спорт түрі? Қараңдар, осы жерде атлетика екіге бөлінеді. Ауыр жеңіл қайсысы? Дұрыс айтасыңдар, жеңіл атлетика екен. Келесі, бұл қандай спорт түрі? Йога. Баскетбол екен балалар. Демек, барлығы дұрыс екен, я? Біз барлығын таба алдық па? Спорт түрлерінен сендерде қиындық бар ма? Барлығын білесіңдер, я? Ал енді келесі тапсырма. Келесі тапсырма. Спортты дұрыс тапшыр. Мына тақтада тұрған әріптердің барлығы қолданыла отырып бір спорт түрі атауы шығу керек. Қолды көтереміз. Так, Дарья. Дұрыс екен. Енді келесі. Қолды көтереміз. Айтып қойдыңдар. Балалар, қолды көтеріп үйреніңдер, жақсы ма? Келесі қолды көтермесеңдер айтқызбай. Ойнамай қоямыз. Нұриса. Келесі, қандай спорт түрі? Айлин. Келесі, қолды көтереміз. Али. Қандай сөз шығады? Гимнастика. Ал, көрек. Дұрыс екен. Келесі, мынау қандай спорт түрі? Қолды көтереміз. Қайсар. Сыдан басталады. Қандай екен Қайсар? Сырғанақ екен, е? Дұрыс айтасыңдар. Ал енді келесі. Әлер, айтшы. Дұрыс па екен? Келесі. Муслим, айтшы. Хоккей, дұрыс айтады. Келесі. Бәрін бірге. Дұрыс айтасыңдар.
Жақсы, жарайсыңдар. Барлығы дұрыс болып шықты, иә? Балалар, біз қазір мына кубик арқылы бүгінгі сабақтан не түсінгендігіміз туралы сабақты қорытындылап өтеміз. Жақсы ма? Қазір мен кімге лақтырам, қай сөз түседі, сол сөз арқылы сабақты қорытындылаймыз, иә? Ал жақсы, бірінші сабырдан бастайық. Қандай сөз түсті? Сабақтан менің білгенім, мен спорт жайлы мәліметтер алдым. Сосын біз интернет тақтадан спорт атауларын таптық. Және мен спорттың денсаулыққа пайдалы екенін білдім. Келесі Мирасқа. Қандай сөз түсті? Менің сабақта қиналған жерім. Қай жерден қиналдың? Спорттың қандай пайдасы бар екен? Пайдасы бар. Бүгінгі сабақтан қандай пайдасы бар екен түсіне алдың ба, бірақ? Иә. Түсіне алсаң бол. Жарайсың. Келесі Алияр. Мен бүгін өзіңе не түйдің сабақтан? Не түсіндің бүгінгі сабақтан? Бүгінгі сабақта спорт адамның денсаулығына неге керек екенін түсіндім. Спорт өте пайдалы екен. Сосын тағы қанға шеріктерін мықты болып қатайтады. Дұрыс айтасың, жарайсың. Келесі Жәния. Кәнеке айта ғой. Кімді мақтағың келеді бүгінгі сабақта? Кім белсенді болды? Кім белсенді болды бүгінгі сабақта? Абдурахим ба? Ол тезірек айта ғой. Абдурахим белсенді болды, иә? Себебі не үшін? Көп сұрақтарға жауап берді. Көп сұрақтарға жауап берсін, жарайсың. Келесі оқушы Жанел. Ал. Сабақта мен білгенім. Бүгін сабақта не білдің? Спорттық. Спорттың түрлері туралы білдің бе? Спорт адам денсаулығына пайдалы ма екен? Иә. Рахмет, жарайсың.